Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Беймен Алманов атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің Тамшы балалар театрының өнерпаздары сіздерге ұмытылып бара жатқан құстұмсық оюы мен құстұмсық жүзігінің қойылымын ұсынады. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жері, шеліге асау қалын байлаған жері. Апа, жаңағы аға сәлемдеме әкелді дедіңіз ғой, ол не болды екен? Шырақтарым, жаңағы ағаларымның әкелген сәлемдемелері Еркежан апаларымның ауылынан келіпті. Еркежан апаларым сендерге құстұмсық бейнеленген құрақ көрпемен құстұмсық жүзігін салып жіберіпті. Апа, оны құстұмсық жүзігін не үшін береді? Құлыншақтарым, құстұмсық оюы дегеніміз ол біздің ежелгі ата-бабаларымыздан келе жатқан қасиетті оюлардың бірі. Құстұмсық оюы біздің туыстар арасындағы дәнекер қызметін атқарады. Жаңа түскен келіннің құстұмсық оюлы сәлемдемесі келсе, ол келіннің жағдайы жақсы деген сөзді білдіреді. Сендердің Еркежан апаларының жағдайы өте жақсы құлыншақтарым. Еркежаныма ертең өз қолымнан жасалған тұмар мен түйме шашақты бергелі отырмын. Шашақ өсіп өнудің, көбеюдің белгісі емес пе? Еркежанымыз түйме шашақты өзінің орамалына тағып, сол әулеттің дана келіні болсын.